Так, сәлеметсіздер балалар, отырыңдар. Халат неге сіз заманда жүрген, кімде жоқ халат? Енді оқып жүрген халатты. Амина мен Агра оқып жүрген. Аминаға яз. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Қазір өйткені бөлініп алмаса, уақытымыз жетпей қалуы мүмкін, сабақты бастамаса. Қазір топқа бөлінеміз. Топта мынандай секілді жақсы жоқ. Төрт топқа бөлеміз. Бір партада 5 оқушы кәне. Мен қазір репетиторды қосамын, сонымен бөлінеміз. Жақсы. Бүгінгі сендердің біздің білемізде осы айымыз жасампаздық пен жаңашылдық айы. Ал осы аптаның дәйек сөзі бізде өнерлі бала өрге жүреді. Сондықтан бүгінгі сабақтарымызда барлығымыз өз өнерімізді, өзіміздің білімімізді көрсетіп, өрге алды қарай жүреміз. Ал енді оны алды қарай жүру үшін бізге не керек? Бізге жарыс керек. Біз мысалы өрге қалай жүреміз? Біз қай кезде біз өнерлі өрге жүреді дейді. Біз өзімізді бір сәтті жарысқан кезде, топқа жарысқан кезде, ат бәйгеден бір орын алу үшін не істейді? Оны не істеп отыр ғой? Қамшылап отыр деген. Қамшылап отыр деген сендерге қазір өз-өздеріңді қамшылап, алдыға қарай сабаққа деген ұмтылыстарыңды көрсету үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырамын барлықтарыңды. Сол үшін қазір барлығымыз тұрайық. Шеңберге отырайықшы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы шеңберге үлкен болып тұра қалайық. Шеңберге тұра. Қазір жаңбыр дегеніміз не балалар? Енді жаңбыр. Судан тұрады, газдардан тұрады. Ал газдардан біз қандай сабақ, қандай қышқылдар өтеміз, қандай газдар туралы өтеміз? Азоттан оксидтерді өтеміз. Жақсы. Ендеше қазір жаңбырды келтірейік. Барымыз бірінші қолымыз былай істеп жасайық. Жаңбыр бірінші ақырайын басталады, осылай. Одан кейін не істейді? Ақырынан қатаяды. Одан кейін не істейді? Ақырынан ол қатаяды. Енді аяғымыз белімізге өтілейді. Жаңбыр себеп. Енді не істейді ол? Қаттырақ жауады. Аяғымызды тақылады. Енді қайтадан одан кейін не істейді? Ақырынай. Қолымызбен ақырынатамыз. Одан кейін тұп-тұп жаңбыр қояды. Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сонда не болады? Азот қышқылы. Жаңбыр пайда болады, азот қышқылы. Азот қышқылынан пайда болады жаңбыр пайдаламамыз, жоқ, неге? Зиян заттар бар. Жақсы, оның үшін біз бүгін сабағымыз арқылы азот қышқылы тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Ендеше отыра қойғанымызға. Жақсы. Так, келесі. Енді топымыз біздің келіспей тұр, топта әртүрлі бөліп тұрмыз. Сондықтан қазір барлығымыз топқа бөлінеміз. Төрт топқа бөлінейік. Ал кетіп бала тақтаға төрт қай топта? Амел, Малика, Мадина, Жан, Гүлвера бірінші топ. Сендердің парталарыңызда бала топтың номері жазып тұр. Екінші топ. Дары, Дария, Азамат, Елназ, Әлемгер. Үшінші топ. Әрқайсының өз топымызды қойып отыра қалайық. Ала тездетіп орнымызға отыра қойып. Барлығымыз балалар, ұялы телефонымыздағы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, мақсатымызды танысайық. Сабағымыздың тақырыбы азот қышқылы мен нитраттардың өзіне тән қасиеттері. Және де бүгін зертханалық жұмыс, 13-ші зертханалық жұмыс, азот қышқылының басқа қышқылдармен ортақ қасиеттерін табу. Сабағымыздың мақсаты
Келесі сабағымыздың мақсаты балалар. Сұйытылар және концентрлі азот қышқылдардың металдармен әрекеттесуін ерекшеліктерін сипаттау және жақсы теңдеуін жазу. Екінші мақсатымыз нитраттардың термиялық айырылуына ерекшелігін түсіндіру, реакция теңдеуін құрастыру. Сабақтың мақсаты түсінікті ме балалар? Жақсы. Ендеше ары қарай топқа бөлейік. Тобымызды анықтап алайық. Топқа бөлдік қой және. Енді келесі барлығымыз ұялы телефонымызды алып, тақтадағы QR кодты сканерлейік. Кімде немесімен менің қосылып тұр? 0987 үшке дейін жазасыздар, 0-ден бастап үшке дейін подряд. Жақында түсірілерге болып балаларға салыстамаса. Қандай тапсырма? Бәйге, біз сабағымыз басында айтқанбыз еді, бәйге, жарыс болады деп. Бір оқушы дегенді таңдаймыз. Ал енді сұрақтарға жауап беріп бастаймыз. Иә. Біреумен ойнаймыз дегенді қосамыз. Қосылып тұр. Иә, бір ойыншы дегенді таңдаймыз. Бір ойыншы дегенді таңдаймыз. Балалар ойнап жатыр ма? Иә, дұрыс болса жақсы жанат. Ана балалар сұрақтың жанында неме тұр, белгі тұр, соны басамыз, е? Құр сұрақтың үстіне бассаңға жауаптың үстінен ол шықпайды. Ол дұрыс. Енді өзі келесі өз ашылар. Қазір келесі. Сен қайда келе жатсың? Кім сені осы келе жатыр? Компьютер ма? Сен осы келе жатқан. Сен мұнда ойнап болды, не? Жақсы. Әлемдер бітті. Тағы сен қайсындасың? Ойнауға. Дария құсыды ма? Жоқ, қасында тұрған галочка бар, соны басамыз, әкесе бұл екімен. Соны бас. Жақсы. Анай болды, әлімдер болды, қандардың болды. Күлбера болды, неше ұпай алдыңыздар? Есен бес ұпай ма? Қаша? Есен 4 ұпай алды. Күлбера жақсы. Жақсы. Енді балалар, біз сабақтың басында айттық, біз бүгін жарысамыз. Бәйге әрқайсымыз өзі үшін. Сондықтан бәйгеміз, ақымыз бірінші келу үшін өзімізді біз бағалап отыру керекпіз ғой. Сондықтан сендерге бәйге әдісін беремін. Жаңағы алған ұпайларыңды осында қоямыз. Дұрыс жауап берген ұпайға 2 балды қойып отырамыз. Сондықтан әрқайсыларың бүгін бәйгелі болып қайтуларыңа тілектеспін. 10 балды алып е? Шықмас? Бақыттарға енді жеңістер өздеріңнің балдарыңды қойып отырамыз. Болды ма балалар? Жақсы. Аяқтадық, өзіміздің балымызды бағалап қояйық. Бәйге әдісімен өзіміздің бағамызды қойып отырамыз. Болды қой, келесі тапсырманы кетті онда, е? Ал кетті ендеше. Есімізге сүрейік. Өткен сабақты пысықтау мақсаты. Біз қандай активтерін өттік біз? Азоттың активтері. Қандай активтерін білесіңдер? Азот пероксиді. 1 валент оксиді. Тағы да. 5 валент оксиді. 3 валент оксиді. 2 валенті. 1 валент. Қайсының қандай ерекшелігі білесіңдер оксидтердің? Қандай ерекшелігі бар бұл оксидтердің? 1 валент. Бір валентті ол сөз келеді, әлсіз иісті,
болады, сәні бар, шығарыз. Ол көп тыныс алып қойса неге ұқсайды деді, біз өткен жолы айттық қой, не істейді деді? Адам не істейді деді бұны. Иә? Көп тыныс алып қойса сол газбен. тұншықтыру Жоқ, өзі егер азоттың бір валентті оксидімен көп тыныс алып қойса, біз айттық, ана медицинада операцияда қолданады дедік. Наркозда қолданады дедік. есінен не деді? Жоқ, ол қайсы дейсің таңған кезде? Аммиак, иә, аммиак сол. Ал бір валентті оксиді, тағы есімізге салып, бұл күлдіргіш газ деп атайды екен. Егер бір валентті оксидтен адам көп тыныс алып қоятын болса, адам өздігінен күле береді екен. Күле бастайды. Иә, өздігінен күле береді екен. Сондай бір ерекшелігі бар екен. Сондықтан біздің сабағымыздың мақсаты да ерекшеліктерін табу болатын. Соған мұқият қарап отырмыз. Енді сабағымыз азот қышқылы. Азот қышқылын зертханада алу үшін не істейміз біз бірінші? Иә, тұзына, иә, Азамыз күкірт қышқылы. иә, қышқылмен әрекет етеді. Нәтижесінде не аламыз біз? Иә, ашын үшін. Азот қышқылын аламыз. Енді бұны лабораторияда жасап. Ал өнеркәсіпті алу үшін бірден ала аламыз ба? Неге аламыз? Біз қалай алады екенбіз оларды? Бірінші не істейміз біз? Аммиакты NO оксидіне дейін тотықтырамыз. Тоқтырамыз, одан кейін. NO оксиді содан кейін. Жақсы, одан кейін. Су қосамыз және ненің қатысында? Оттектің қатысында не алады екенбіз? Азот қышқылын аламыз. Өнеркәсіпте бірнеше сатыда алады екенбіз. Жақсы. Енді біз азот қышқылының тақырыбымыздың өзі мақсаты да металдармен әрекеттесу. Азот қышқылы екі түрлі болады. Сұйытылған және концентрлі. Енді қара, сұйытылған азот қышқылы қандай затпен түзіледі? Егер сіркілік жер металл, сіркілік металдан әрекеттесе, NH4, NO газ, NH3 газ бөлінеді. Ал егер сұйытылған ауыр металдан әрекеттесе, NO газ бөлінеді. Сол секілді концентрлі ерітме сіркілік жер металл мен ауыр металдан әрекеттесе NO газдары бөлінеді екен. Ал темір, хром, алюминиймен не істейді олар? Әрекеттеспейді деген сөздер оларға әсер етпейді екен. Осы үш металға азот қышқылы әсер етпейді. Ал немен әрекеттеспейді? Алтын мен платинамен мүлдем әрекеттеспейді екен. Алтын қайсыны ерітеді біз өткен жолы? Қандай ерекшелік бар еді? Ол белсенді емес металл. Белсенді емес металл. Ол қайсында ғана еритеді дедік алтынды? Бір зат ерітеді дедік қой? Ол қандай зат дедік? Патшаны ерітеді. Патшаның, иә? Қандай деп айттық? Қандай затта ерейді дедік алтынды? Е? Қайсы үште бір? Қайсы үште бір сол? Қай заттар үште бір қатынасы? Е? Тұз қышқылы мен, е? Азот қышқылы. Сол екеуінің қоспасында ғана не істейді екен? Алтын ерейді екен. Оны біз қазір азот қышқылын салып жүрсек алтын ерей ма? Әрекеттесе ма? Жоқ, өйткені ол өзің басқа затта әрекеттеседі. Так, сұрақ бар ма? Азот қышқылда әрекеттеседі. Өйткені қазір біз мынандай зертхана жұмыс орындаймыз. Сол кезде осы сызба нұсқаны қолданамыз. Түсінікті ма, сұрақ бар ма? Қай затпен қалай әрекеттесетіні? Жақсы. Енді міне біраз деп айттық, сұйытылған азот. Біз осыған дейін не деп айттық біз? Күміс, мыстан кейінгі орналасқан металдар неме дедік? Әрекеттеспейді екен қышқылдармен. Ал бізде күміс не істейді екен? Әрекеттеседі екен. Азот қышқылы ерекше ме екен басқа қышқылдан? Ерекше. Несімен ерекше? Себебі күміс онымен әрекеттеседі. Элементтермен әрекеттесе алады. Белсенділікпен жақсы әрекеттесе алады екен. Енді оны қазір бір жұмыс барысында тексереміз. Келесі, енді сабақ тақырып түсінікті ма? Не қандай жұмыс атқарамыз? Қазір сендердің алдарында, зертханалық жұмыстың үлгісін көрсетіп қойдым. Бар ма бәріңізде? Иә. Танысып шығайық. Зертханалық жұмыста не істейміз бірінші? Жұмыс барысымен танысып алайық. Және балалар алдыларында мынандай неме жатыр? Болжам, бақылау, қорытынды деген. Қазір бірінші жұмыстарыңды болжайсыңдар, одан кейін бақылайсыңдар, зертханалық жұмыста берілген нәрсе. Одан кейін қорытындысын жазасыңдар. Түсінікті ғой? Мына неме деп жүрмеңдер алдында қағазды. Алып танысып шығайық, зертханалық жұмыстарымызда бар ма болса? Танысып шығайық. 4 топқа да бірдей заттар беріледі. Топпен жұмыс істеңдер, топпен ақылдасып. Бірінші не істеу керек, екінші не істеу керек, үшінші не істеу керек,
кезінде. Қауіпсіздік ережелері. Қандай қауіпсіздік ережесін? İstediğin kimse Иә. istediğin Істеуге болмайды тағы. Үш қойға болмайды, сұйықтықты. Иә, сұйықтықты шындарын көруге болмайды. Тағы да қандай қауіпсіздік ережесін? Иіскеуге болмайды. Қолмен Қолмен ұстау. Иә, қолмен қауіпсіздік ережесін ұстауға болмайды. Жақсы. Енді болжам алған жұмыстарыңды неме істеп дейсің? Мына заттарға қарап, жұмысты болжамда. Неме анықтау керек бірінші тапсырмада. Бірінші тапсырманы келесі сендерде. Барлығымыз бірінші тапсырманы оқиық. Не дейді? sınav ой, Ага. азот қышқылы сынаудағы ерітіндісіне лакмус қосып, үстіне натрий гидроксидін ақырындап намазында. Так, міне балалар, лакмус индикатор сендерде мынандай түсті. Көрдік қой? Енді осыны неме дейді? Мына қоңыр ыдыста азот қышқылы. Неге қоңыр ыдыста тұр бұл азот қышқылы? Ол күннің сәулесіне бірақ кетеді. Біз жақсы. Бір-біріне сөйлейміз. Жақсы. Сондықтан да қоңыр ыдыста бірінші не дейді? Қауіпсіздік ережесін құйып аламыз дейді, иә? Одан кейін барып үстіне не тамызамыз дейді? Лакмус қағаз тамызамыз. Жақсы, міне, мынамен аламыз. Пипеткасы бар, иә? Жұмыс жасаймыз. Бір-бірден. Мына, ыдыстың ішіне сал, ыдыстың сыртқа шығармаймыз. Жоқ, бұл не дейтіндер, лакмуспен тексер. Лакмус мына біреуіне қосылған осы ыдысқа құясыңдар. Аяқ құяқ. Мынаның ішіне жұмыс жасаймыз, иә? Оған да бар ма бірінші жұмысты? Иә, жүйесі болды. Енді үстіне жоқ, неге құямыз? Лакмус қағазын. Жоқ, болсын. Жүріп қарап отырамыз. Жоқ, қарап қоймаймыз. Сендер қандай болып кетті? Қандай түс болып кетті? Қызы болады. Бала мен анау ары жүруге бола ма? Жоқ. Болмайды. Сондықтан өзімізге ғана қоямыз, иә? Жоқ, қорытынды жасаймыз. Қандай түседі? Қызаларды жақсы. Енді осында сендер метилоранж сендер көздерің болады. Басқа ыдысқа қой. Бұл метилоранж қандай өзгереді. Бала сендерде екі түрлі индикатор тұр. Метилоранж және лакмус. Қызыл түске жаңағы көк емес қой, иә? Сендерде қандай? Қайда осы ма? Так, что теперь? Сендер лакмуспен ба или метилоранжбен тексересіңдер? Лакмуспен тексересіңдер. Сендер тұр ма? Карбонатты саламыз ба? Жоқ, болды, бұл бітті. Енді ол екінші жұмыс. Сендердің жұмыс тәжірибе орнады. Болжамды жазыңдар. Не болжамда, не шықты сразу қорытынды жазып отырыңдар. Көп қағаз бар. Жоқ, зерттеу жұмысы қағаз қайда? Не болды, не көрсеткен жазыңдар? Көп түсті лакмус қандай өзгеріп кетті сендерде? Көп түсті лакмус қызарды. Жақсы. Барлықтан қызарды, иә? Жақсы, жұмыстар. Бірінші жұмысты айтамыз, екінші жұмыс істейік. Лакмус қызарды ма сендерде? Аха, жақсы. Болжағандарында. Маған жазамыз, иә? Жұмыс бар. Екінші тәжірибені не дейсің, екінші тәжірибесі жасайды? Неме дейді екінші? Орынтақ бала сендерде стаканның ішінде тұр. Міне қасық бар. Орынтақ. Жоқ, болды соны тексеріп қызыл түсіп болғандығын. Ол қызыл түс жойып кетіп жүреді жаңа. Екінші тәжірибені орындап. Біреуін жазамыз, екіншіміз екінші тәжірибені орындап. Не дейді екінші тәжірибені? Орындағы немесе машина салып қойылған теңеге салып тексеріледі. Қасықпен орындағы азот қышқылын құямыз. Орындағы салыптар ма? Енді азот қышқылын құйыңдар. Не болды? Соны жазайыз. Сұйықтығанға қояды. Иә. Жоқ болды.
натрий карбонаты болсын болсын. Күйін ауыстыру. Жауыз қоя салыңдар. Соны қоя салыңдар. Көміршіл газы иә бөлінген. Газ бөлінген. Оны осы жақпайды ғой. Газ бөлінді ғой енді газ ішті. Жақсы. Жұмыстарын орындадық қой. Екінші жұмыс шықты ма сендерде? Не бөлінді? Газ бөлінді. Газ бөлінген қайда біліңіздер? Иә? Көпірді дұрыс жақсы. Енді үшінші тәжірибе. Үшінші тәжірибені балалар неге істеу керек е? Бұда ешқандай өзгеріс міне мырыш, сендерге мырыш оксидін берем балалар. Қайда салайсыздар? Мұнда? Тазамыз ба? Енді осыған алып күшін оқиыңдар. Сендер мысалға үшінші тәжірибелер. Міне, мырыш берем. Не бөлінеді? Байға құямыз балалар. Күкірт шығой, тұз шығой не? Келесі сендерге топ. Анау? Тазамыз бе? Байқа енді азот шығын қосты. Қайсы? Не bu? Anne bugün жұмысты жақсы жасап отыр. Лаборатория жұмысқа бізде Аннеде лаборатория жұмыс келді, иә? Жүрген жоқ па яқса? Иә, не бөлініп отыр? Енді қарап тұрмын, қандай газ бөлінетінін қазір байқайсыңдар. Иә? Тура осыны қазір мен концентр деп көрсетемін. Концентр мен өзім көрсетемін. Міне мына яқса класста бөлініп шықты. Қоңыр түсті, ол міне төртінші шықты. Ол арада бөлінген газдар. Жақсы, зерттеген жұмыстары нәтижесін білеміз. Сендерде қандай болды? Екеуінде ақырын сендер беріңіздер. Жоқ, газ ақырын ғана газ бөлініп отыр. Екі топта өте жақсы бөлінді, ол қоя салынды. Сонда қандай газ бөлінді сендерден? Қандай газ бөлінді? Қоңыр түсті? Қоңыр түсті, иіс газ. Иіс газ. Қоңыр түсті, газ бөлінді. Жақсы. Жақсы. Енді балалар, жұмыстарымызды, қағазымыз қалдыратын жұмыстарымызды өтеу шкафтасына қалсақ, тақпа шкафтасына. Жұмыс орнымызды жинамыз, қолтыққа тапсырмалар, е? Енді мына дәптерге қорытындысын жазамыз. Енді нәтижесін орындаңдар, жазыңдар. Не көрдіңдер, не істедіңдер, иә. Қорытындысына неге жеттіңдер? Қолтыққа тұр. Сендер шықты. Иә, ол беттере жазамыз. Енді қорытындысына жазамыз қорытындысына. Не көрдің, не болды, нені зерттедің? Соның қорытындысы. Сен нәтижесі не шықты жаңағы істеген жұмыстарынан? Не бөлінгені көрді сендер? Ақылдасып отырып, топпен жұмыс жасаңдар. Қоңырсы газ бөлінген. Қоңырсы, ашық қоңырсы. Мында тоқтырамыз, е? Бәріміз тоқтырамыз. Азамат, қатысып отырамыз сабаққа. Айып отырамыз, жұмыс жасап отырамыз. Сендер енді бөлініп отыр ғой мен. О, сендер не? Балалар, лакмусты қарады ғой, метилараны қарады топтар. Бұл нені білдіреді? Қызыл түс. Азот қышқыл қандай зат екен білдіреді? Қышқыл екен білдіреді, жақсы айтасың. Иә? Соны, тоқсары түсті метилараны индикаторы қандай түске өзгертеді? Қызыл түске өзгертеді. Асырға бізде газ бөліп отыр. Жұмысымызды қорытындылайық балалар. Қазір әр топ өзінің жұмысы істеген тобы бойынша, жасаған жұмыстар бойынша бір ауыз қорытынды айтамыз. Соны дайындалайық. Әр топтан қоңыр түсіні азот қышқылына не бөлінеді екен? Сутек бөліне ме? Сутек
bärimizde. Qo'ng'ir gaz qo'yildi. Onu жазып o'qiymiz. Жазып o'qiysiz? Sapeldan to'xtabsizlar. Ne ko'rganda? Endi bo'shatdi. Bir indikator o'zgargan. So'z keladi. So'zga qanday so'z keladi bilasizlar? Qiziq so'z o'zgaradi. Bo'shamlarda deyilgan servis so'zlar. Tabiatan sağlayın. Tabiatan ne oldu? Yetişse yine böyle söylediler. Korkuşu oldu. O da ne oldu? Gaz böldü. Bolşamda bile yine bakmışım sanırım. Niye bakmadılar? Niye kostunda? O yüzden niye süzdürdün dedi. Boldurasın ya, mağazı. Bir stop, oturup satışımızlar. Bir stop, bir stop olur mu? Üçüncü stop, bir stop tekrar. Üçüncü korkusun. Ha, жақсы. Жақсы. Al bastay, kim bastay? Biz bastayız. Haydi ol. 4 4 жақсы bastay. Biz осындай таралымызға азот қышқылымен жұмыс жасаған болатынбыз. Біз азот қышқылына түрлі индикаторларды қосып өзгерістер байқадық. Жақсы. Қосқан кезде түсі қызылға айналды. Жылырым қосқан кезде түсі қара қызылға айналды. Жақсы. Онысы Тыңдаңыз дейікші. және одан иіс бөлінді. Ya, isi gaz bölümünde. O is neni bildiredi? Реакция жүйелі. Reaksiyonun çünkü. Жақсы, рахмет. Hoş geldiniz балалар. Бірінші болып бастап ештеңені қорытпаған ақылдыларға жарайсыңдар деп сіздерге қалыптастырып бағалау береді. Жақсы, келесі топ қайсы? Келесі топ қайсы? Bir ауыз сөзбен қорытып шығайық. Сендер не болғанда не нәтижеге жеттіңдер? Бірінші топ болды ма? Бірінші топ қатты дауласып отыр. Ал кетіп бірінші топ бастайық. Нақты неге жеттіңдер, не болып жатыр, не шықты сендер соны айтайық. Азот қышқылын басқа да заттармен әрекеттестіріп, біз көптеген заттарға жеттік. Мысалы, ол құрғыларымызда қызарыста алды. Иә. Ол нені білдіреді қызым түс? Қышқыл екенін білдіреді. Тағы да? Не бөлінді сендерде? Қандай жұмыс жасағанда? Қандай сіз газ бөлінді? Оңыз газ бөлінді. Иіс болды. Жақсы. Жанына қосасың. Жұмысын алмасаған, өзің жасаған жұмысын? Жақсы. Рахмет. Пікірлері өте маңызды. Е? Рахмет. Жарайсыңдар. Ал кел. Рамазан тобы не дейді? Жұмысты алға қарай сүйреп отыр Рамазан. Алихан, қане айтасың? Ол оқушыларға қарамайды ға, алып берді ма? Құлағыра, мына жағынан тұршы. Барлық оқушыларға қарап тұрмайды. Не бұлар қарап тұрмайды? Өзіміз азот қышқылымен жұмыс жасадық, оны бірнеше қосылыстар Қосылыстар түсетінін көрдік, е? Жақсы. Біз азот қышқылына түрлі элементтерді қосқанда, ол қандай түске өзгеретінін, қандай газ бөлінетінін, қалай өзгеріске ұшырайтынын байқадық. Керемет, жарайсыңдар. Керемет. Ал енді топ қалды, екінші топ бізде. Biz ikinci tecrübeyi yazarında azot kışkılığına bakımızı tuttuk. Sonra yekinincisi kızılğa ayналды. İkinci tecrübe. Biz екінші тәжірибеде борттарына сұйытылған азот қышқылын құйдық. Содан кейін реакция Қалай білдіңдер? жүргенін байқадық. Ол көпірлі және газы болды. Қандай газ ол? Карбонат болса. Көмір? Иә, қатты сешін соны? Жарайсың. Biz üçüncü tecrübede boz glikoksidi, azot kışkılığına
күміс түсті X қазір бөлінді. Жұмыс бойынша жалпы қорытынды азот қышқылы тәжірибеде өзінің құқықтық қасиеттерін береді. Жақсы, өте білсін жақсы жұмыс, керемет, пікірлері өте маңызды болды. Рахмет сіздерге. Ал енді қарап, келесі тапсырма. Енді біз жаңа сендерге реакциялар жасадық, оны көрдік. Енді сендер оны өздерің іс жүзінде реакция теңдеулерін енді дәптерлермен орындайсыздар. Орындау үшін түзілген және қоңыр түсті бөлімде деп айтып жатырсыздар ғой. Енді мынаған қарап, егер металдардың кем-кемі қатарына қараймыз. Егер металл жаңағы біз істеген нитраттарын магнийге дейін болатын болса, не қосқандарын білесіздер ғой? Онда металл жаңағы бізге нитраттар, металл нитриді және оттек газ бөледі. Магнийге дейін орналасса, натрий, кальций, барий. Келесінде, егер магниймен қорғасының аратын болса, оксид түзіледі, NO2 газы және оттек бөледі. Ал мыстан кейін орналасқанда күміс, алтындармен әрекеттесетін болса, металл, азот оксиді және оттек газ бөледі. Өзімізге тез арада жазып алайық, ары қарай жұмыс жасаймыз. Ол оқулықта бар балалар бізде. Келесі тапсырма. Қарайын. Берген реакция теңдеуін аяқтап теңдестіріңдер. Және де осы тапсырманы орындап. Ал кеттік, тақта орындар. Біріншісінде не түзет балалар? Біріншісінде Мен тақтаны қостым балалар сендерге. Сұйытылған болса не бөлім? Реакция теңдеуін жазу керек. Көпірін не түзет бізде? Дұрыс. NO3 еселеген, содан кейін. H2O, одан кейін. Сұйытылған деп жаздықтар. Сұйытылған болса не бөлім деп айтып бағана? Су және NO. Реакция теңдеуін жазайық. Кім жазып көрсетеді? Не түзетеді? Біріншісі көрсетеді. Көпірі. NO3 еселеген, одан кейін не деді? NO2 және H2O газы деді. Келесі концентр. Олар бізде NO ғой. Ал кеттік. Келесін. Кім шығады? Гүлбері келесін не бөлінеді? Сен плюс H2O. Концентр. Сен еселенге дұрыс. Концентр деп тұр. Не түзеледі? NO2 болады. NO2 и H2O. Кім жада тақтаған? Гүлбері? Бете жапсақ. Кім тақтаға шығып жұмыс орындайды, оған бір бал өзіне қосып отырады. Түсінікті ғой? Бүгінгі 10 балды шеңбер еді. Жақсы. Келесі. Ашын үшін жаңа біз карбонат қосып көпіршіктерін шыққаны балалардың. Не түсіреді? Қандай газ? Сол көпіршік газы көрсету керек. Түскілім? Не түсіреді? Магний NO3 еселенген, қосылған H2O, қосылған CO2. CO2 келе ғой. Ең төртінші реакцияда не болады? Сенден төртінші реакция теңдеулерін жаңа жасаған. Неме? Жақсы. Не болады? Калий. Калий оксиді және жазып аламыз жұмысымызды дәптерімізге. Калий оксиді және мыс нитраты түзіледі дейді. Үлгеріп отырмыз ба балалар? Келесі. Енді балалар келесі тапсырмада жазалар аяқта. Өзімізді жұмыс жасағанымызға қарап, егер дұрыс табылып отырса, өзімізді бір балға бағалап отырамыз. Кімнің бәйгесі алдында келе жатыр екен балалар? Неше қойдыңыздар Рамазан? Қай жердесің? 7 балға келдің бе? 7. Кім 7-ге жетті тағы? Барлығы 7-ге жетіп алдық па? Енді озу керексіз ғой. Не? Біз бәйге болғандықтан алға қарай жылжу керексіз. Келесі тапсырма. Мен сендерге сызбанысқа берілген, қасында сол сызбанысқа сәйкес жазылған бар.
түсінік бермейлер жан-жағына тұрып. Соны апарып өзі сәйкестендіру керексіңдер. Аха. Алғаш бел Фатима кет. Фатима бірінші алдыға басайын деді. Оқсыршы, Çeli селитрасы ол, нақты. Отыр, нақты, кетті бір-бірден шығайық. Кімнің бәйгесі алда қарай кетсін десе, тез-тез бір-бірден шығып отырайық өзіміз. Елден келе ғой. Немен таптың, қайсың? Оқа бұрыш. Соны полиссіз депті. Полиссіз депті. Полиссіз. Қайсы? Атыра оқайын, тоз тізбейтін нәрсе дейді. Қайсы? О дейді. Сұдан жатпай ғай бала әйтсің. Түсініксіз оқалға балаға қамалай. Аймада аттары бар, Иә. Келеміз балар. Кімнің майнесі алғары жүр? Кім жолды болдан алғары ғышат жасап отырамыз, е? Қайсы Рамазан сені? Плюс 2 дейді. Рамазан, бөлі. Плюс 2, қақыр болады? Плюс 2. Екі валентті. Аксид. Бірдей болды. Н-О дейді. Атын қалып қалды ғой. Орта жолда. Келесі, тағы да қалып бізде. Ионды құрылымды. Я? Тез-тез. Болды ма, бітті ма? Аттары сол жерге жетті ма? Келе қодай. Тез-тез орында. Орында. Бүгін жұмысымызды, жасаған жұмыстарымыздың көңіл осы қордағы сәйкестендіру. Келе ғой, алайын, шыға береді. Дұрыс, ионды құрылым. Айтып бала сөйлеп тұрамыз, апарып жасасамаймыз. Ионды құрылым қарамыз. Қышқылды қақсет дейді қайсы? Молодец, аны. Кетті, келесі. Әкежан, Алдияр, шықпадық қой. Дана сен қайсың шайын деді? Дана мен Фатима күшті жақыннан жерден көріп оқып алады. Тақырыз бар, қояқ салып отыр. Азаттың ең тоқтығы дәрісі төмен қосыңыз қайсы? Ең төмен қайсы? Нолға тең. Ең жасырмаймыз. Қоңыр түсті тұншықтырғыш газ. Жоқ, қоңыр түсті тұншықтырғыш газ. Жаңа көрдің қоңыр газды. N2 Сабина өзіне бір балға алды. Мынау қосыңыз. Болды, жақсы. Міне сендермен жұмысымызды аяқтадық. Жақсы. Келесі тапсырма. Біз жұмыстарды орындадық. А-Б-С-Д заттарын таптық сәйкестендірді. Енді балалар, ақылды 6 қалпағы. 6 қалпағы не істейді? Ақ бұлттар, ақ қалпақ өзімізде істейміз. Қазір әр топтан 2 оқушыда шығайық. 6 баланы өзіміз ұйымдастырайық. Өзіміз бөліп алайық. Ақ қалпақ туралы кім айтады? Олар не айтады? Азот қышқылдары нақты цифрларды айтады. Ол плюс 5 топтығы дәрежесін көрсетеді. Оның қай периодта қай топта орналасқан айнтылар болады азоттың. Нақты сандарынан айту керекпіз. Одан кейін тағы неме сандар бар азот қышқыл туралы. Екінші қызыл, ішкі сезім эмоция. Ол оны білдіреді. Ол осындай қасиет көрсетеді. Қоңыр газ бөлінеді деп түстерінен барлықтан айтады. Жаңағы индикаторымыз қандай өзгерді. Сабақты толығымен бүгінгі жасаған жұмыстарды қорытындылап айтып беру керекпіз. Өзіміз оқып алайық. Түстен кім қай қалпақ туралы сөйлегісі келетінін айтайық. Топ бойынша ақылдасайық. Талдайық. Қараңыз, қара қалпақ негативді. Ол жаман, тұншықтырады деген секілді, иісі бар деп. Соны негативді жақтарын айтамыз. Қара түсті алсаңдар. Ал қыз жасыл түсті алсаңдар, жоқ, ол селитра ретінде қолдан, тыңайтқыш ретінде, бізге өсімдікті өсіреді деп жақсы жағын айтамыз. Одан кейін көк. Жалпы ол басқа, бөлек, ол басқа қышқылдарын салыстырғанда көрдіңдер ғой жаңа? Металдардың өзін ерітеді, осыны ермейді деген секілді жақсы жақтармен ерекшеліктерін айтамыз. Ал, қалдайық. Азот қышқылында. Азот қышқыл туралы
Ол кім ашқан айтуларын ол сандармен егер айтатын болсаңдар, иә? Қай жылы? Нақты мәліметтерді айтамыз, ақ түс. Иә, физикалық қасиеттерді айтамыз. Кім айтады? Топтап ақылдасып алыңдар. Мен мына түстім, мына түстім деп. Рамазан, сен қай түстім деп отырсыңдар? Қай кезде, қай қалпақты айтасыңдар? Қарасын айтасыңдар. Сендер балқып қайнау, кім ақ қалпақтағы балқып қайнау температурасын айтуға болады. Тез кеттік балалар, бірінші. Гүлім қай топта оласыздар? Қай қалпақ? Ал кетті қызыл қара, айтышыңдар. Тез айтышыңдар. Сосын орныңызға тұрып айтып керек, тез балалар. Жарайды, азық тұрып айтам, оны айтпай қой. Оның түсін өзгеретінін көрдік, сонымен қатар оның иісі бөлінетінін көрдік. Ол мәйді сонымен қатар тұншықтырғыш та бола алады, өткір иісі де бола алады. Жақсы. Ал қызыл түсте неме бізде? Ішкі сезімге болса жақсы ма? Ол керек нәрсе ма, қалай айтасың? Осы маған керек деп, пайдасы бар деп қолданасың ба сен? Жоқ. Қолданбайсың ба? Жоқ, қолданбайсың. Ал кетті келесі. Ақ түсті кім алады? Ақ қалпақ туралы кім айтып бере алады? Иә? Марика? Келесі, кеттік тағы да балалар. Рамазан қай түсті айтасың? Қай қалпақ? Айта ғой. Азот, ол ауадан сайланған жедел, нашар ериді, судан нашар ериді. Пайдалы ма? Неге пайдасыз? Қандай негатив бар, қандай кері әсері бар? Естейді ол түзген жерден түрін. Қолына тисе. Жақсы ол, жаңа идеялар, жаңа бастақшылардың ерекшелігін айтасың. Оның химиялық белсенділігі төмен. Белсенді төмен ма? Алтын еріп кетті ғой. Күміс деді, мыс деді. Ол белсенді, е? Тек қана ол тұншықты қарайсыз, е? Тыныс алуға жарайсыз. Жақсы балалар. Ендеше өзіміздің бәйгемізді көрсетейікші. Кім қай жерде келе жатыр? Қолдарын жоғастап көрсетіңдерші. Кім? Айта ғой, соғысты. Мен тез айтып, уақыт балалар. Жақсы, қолдарымыз. Қараңдар, неме айтасың? Бұл топ бәрінің өзі бөліп алып десеңіздер, аға? Тұрақсыз, е? Тұрақсыз қышқыл екен. Жарықтан ол бөліп кетер екен. Ал енді бәйгемізді көрсетейік. Кім бәйге мәреге жетті? Рамазан ерін қалай ойлайсыз? Барлық тапсырмалар. Рамазан келсеңіз мәреге жеттім дейді. Қабақтарға келсеңіз. Жақсы келесі. Қалаға қарайсыз екі-үш топ өздеріңді. Қай жердесіңдер бәйгемен? 9-шы жылдарда келе жатырмыз. Әлі бәйгеге жетпепті. 7-шіде әлемге. Барын сен нешеде? 7-де азамат өз нешедесің? 8-де келе жатырмын дейді. Ал дияр. 7-де. 8, 9 дейді. Бәйгеге ешкім жетпеген ба Рамазаннан басқа? Мәреге? Гүлбера мәреге жетті. Рамазан мен Гүлбера мәреге. Гүлім жетті, е? Гүлім келсеңіз ба мәреге жеткенде? Осы үш балаға. Жақсы. Яғни о балаға. Ал дия, ой, кім? Сен бала, сен не көзің 9 балға теңгерді деттім. Неге жете алмай келесің мәреге? Жақсы балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыз осымен азот қышқыл туралы сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма азот қышқылы мен нитраттардың өзінен бәр қасиеттері және оқулықтан бірінші, екінші есептерді шығарып беру. Тақырыпта 30-ші бетте азот қышқылы 35-ші параграф. Қарап шығарсыздар ма үй жұмысынан? Жоқ, жақсы. Ендеше балалар келесі кері байланыс ментиметр арқылы. Так, балалар, мына ссылканы өтейші барымыз. Қалай берсем болды ссылканы? Химия. Иә. Кім маған жіберді? Кері байланыс сендерге
9A. Koy kişidir. Ağacıma koydum. Pulvera ketdi. Ссылка berdik. O'zimizning bugun sabaqda olgan narsamizni bo'lsak. Nimaga жазған балалар айта кетіңдер. Сабаққа кері байланысты сұрағы бар. Түсіндім. Сұрағым бар. Сабақты түсіндім, мен сұрағым бар. Қайсын белгіледіңіз? Сабақты түсіндім. Түсіндімді белгіледі. Жақсы, тағы да кімде сұрағы бар? Қазір мен кері байланысқа жауап жазыңдар, Жақсы. Сабағымыз аяқталды балалар. Жұмыс орнымызда қалатынымызды шешіп. Рахмет балалар. Рахмет балалар.